Кез келген адам иттің ең жақсы дос екенін біледі. Оларды үйді қорғау үшін, аң аулау үшін, өзіне серік болу үшін, кейде сән үшін де асырап жатқандар да бар. Ал иттің кейбір сирек тұқымдарын сатып алу үшін біршама шығындалу керек екенін білесіз бе? Білмесеңіз, видеоның соңына дейін қараңыз. Себебі біз әлемдегі ең қымбат 7 ит тұқымы туралы айтатын боламыз. Бүгінгі рейтингті Салюк немесе шығыс тазысы тұқымы бастайды. Бұл өте әдемі, ақсүйектер аң аулайтын ит. Бұл тұқым өкілдері тыныш және жуас, жаттығу мен аңшылық кезінде ғана жанданып әрекет етеді. Ежелгі кездері бұл итті бағалау мүмкін емес деп есептеп, Салюк күшіктері мүлдем сатылмады. Сондықтан оларды тек ең құрметті қонақтарға сыйлады. Бүгінгі күні бұл ит күшіктерінің орташа бағасы 1000 ақш долларына дейін. Келесі бізде канадалық эскимос иті. Ол аң аулау мен жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылады, бірақ дерлік жоғалып кету жағдайында. Сондықтан қазіргі уақытта бұл тұқымның сирек күшіктердің бағасы 1000-1500 ақш долларына дейін. Аңызға сенетін болсақ, бұл ең ежелгі ит тұқымы. Олар үйді қорғайды, ал бұрын әртүрлі кеміргіштерді, жыландарды және сол сияқтыларды ұстайтын болған. Бұл таң қаларлық емес, өйткені тай риджбегі иттердің ішіндегі күшті, ақылды және өте икемді өкілдері. Егер сіз иттердің осы тұқымына қызығушылық танытатын болсаңыз, онда оларға 1000-2000 доллар аралығында төлеуге дайын болыңыз. Бұлардың есімі маймыл пинчер дегенді білдіреді. Суретке қарап тұрсаңыз, маймылға ұқсастығын байқауға болады. Ежелгі кездері олардың ептілігі мен белсенді өмір салтына байланысты тек егеу құйрықтарды аулауға пайдаланылған. Енді әрине олардың әлемдегі мақсаты өзгерді. Бірақ бұл олардың өте сезімтал күзетшілер екендігін жоққа шығармайды. Сондықтан әрқашан қауіп туралы ескертетін болады. Және осындай күшікті сатып алу үшін 1000-2200 ақш доллары қажет. Бұл фараон итінің тарихы 5000 жыл бұрын басталады. Қазақстанда олар өте сирек кездеседі. Олар өте адал, ит түріне жатады және кез келген сәтте сіздің қасыңыздан табылады. Сонымен қатар олар өте ақылды және сіздің көңіл күйіңізді жақсы сезінеді және оған бейімделеді. Егер осындай досыңызбен серіктес болғыңыз келсе, 3200 ақш долларын дайындаңыз. Егер сіз өте сирек және кішкентай ит алғыңыз келсе, онда сіздің таңдауыңыз Бишонның тұқымына түсу қажет. 1960 жылы бұл тұқым Гиннестің рекордтар кітабына әлемдегі ең сирек ит ретінде енді. Бүгінде олар көп мөлшерде таратып жатса да, өте жоғары бағасының салдарынан олар әлі де аз. Бұл иттер кішкентай көрінгенмен ақылды және қорқынышсыз күзетші. Өзіңізге дос қылғыңыз келсе, 2000-6500 ақш долларын төлеуіңіз қажет. Әлемдегі ең қымбат ит бұл Тибет мастифі. Олар ежелгі дәуірден белгілі. Ересек сау иттің салмағы 85 килограммға жетеді. Алайда сіз оның иесі болсаңыз қорқуға еш себеп жоқ. Өйткені Тибет мастифтері өте мойынсұнғыш және тіпті өзін-өзі қатты ұстайды. Мұндай иттің күшігін сатып алу үшін сіз 2000-8000 ақш долларына шығындалуыңыз қажет. Егер сіз Тибеттің өзінен барып сатып алсаңыз, бағасы бірнеше есеге өсуі мүмкін.